Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті жақсылар, адамдардың жек көруі бұл жеңіл нәрсе екен, жеңіл. Құдайдың жек көруі бұл қорқынышты нәрсе екен. Осыны түсінуіміз керек екен. Адамдар жек көруі жеңіл, Құдайдың жек көруі қорқынышты екен. Төрт түрлі адамды, төрт түрлі топты, төрт түрлі адамдарды Алла жек көреді екен. Көп ант ішетін, Құдайды аузына салып тұрып, көп ант ішетін саудагерді Құдай жек көреді екен. Тәкаппар кедейді Алла жек көреді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бұл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, төрт түрлі топты, төрт түрлі адамдарды Алла жек көреді. Яғни ант іше беретін саудагерді Алланы сөзіне қосып. Тәкаппар кедейді, кәрі зинақорды, залым басшыны Алла жек көреді деді. Жақсылар, әр сөзінде Алланы ант ішіп саудасын жүргізу мүмкін, бірақ табары өтіп, саудасы өткенменен берекесін Құдай жойып қояды екен. Көп ант ішу дұрыс емес екен. Тура шындықпенен сөйлеу керек. Яғни шынайылықпенен көпшілікті сендіретіндей сөзбен айту керек. Ант іше бермеу керек. Мұсылманның ант ішпесе де әрбір сөзі сенімді болу керек. Құдай қаласа. Тәкаппар кедейді Құдай жек көреді деді. Жақсылар, тәкаппарлық негізі көбінесе дүние адамды тәкаппар қылады екен. Бірақ дүниесі де жоқ, байлығы да жоқ бір адам тәкаппар болса, бұл жақсы емес екен, жаман. Адамдарды менсінбесе, өзін артық санаса, оны Құдай жек көреді екен. Яғни тәкаппарлық дүниеден емес, жүректен шығады екен. Кәрі зинақорды Алла жек көреді деді. Жақсылар, жастық шағында нәпсі күшейіп, нәпсінің әсеріменен зинақорлық жасау мүмкін, бірақ қартайғанда да зинақорлығын жасаса, Алла жек көреді екен. Құдай тағала жек көрген зинақор, бұл әсіресе жасы келіп, ақыл тоқтатып, тоқтамаған зинақорды Алла жек көреді деді. Залым басшыны Алла жек көреді деді. Жақсылар, өзі зұлымдықты Алла жек көреді. Әділетсіздік жасаған басшыны Құдай жек көреді екен. Әділетсіздік жасалған жерде басқалардың, яғни қиналуы, басқаларға қауіп өте көп болады екен.